Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде жаңа влог. Ескі влог барда айттым ғой. Короче, мен қазір дышыға келіп жатыр. Ойбай! Ойбай, сақтасын қайда дышы. Мен қазір биге кетіп жатырмын. Сол үшін өзіммен кроссовкамды алдым. Ұзақ қып кәдімгі әңгіме қып түсірем. Но ужасно шықты. Қазір қайтадан түсіріп жатырмын соны. Бүгін бізде пятница, мен негізі осы аптаны түсірмекші едім. Влог қылып, бірақ та бұл рубежка тапсыратын апта болғаннан кейін ешқандай қызық болмады. Последний осы семестрға рубежка болғаннан кейін бүгін кішкене расслабонда болдық. И сол үшін мен влог түсіруді дұрыс көрдім. И бүгін менде новый филиалда стиль мен кей-попқа барып жүрген едім алдан. Қазір girly hopқа барып көремін. Егер ұнаса соған барам, егер ұнамаса басқа түрінен көретін шығармын деп ойлаймын. Короче, вот аутфит бітті. А еще бүгін мен 5:40 тұрдым. Наконец-то мен будильнигім жасай бастады. Өйткені рингтон 15% тұр екен. Сөйтіп мен 100-ге қойдым. Наконец-то мен 5:40 тұрдым. Еще оңай болды, бірақ 1-2 сағаттан кейін ұйықтап қалайын дедім. Но кеше 10:30-да ұйықтағаннан кейін нормально болды. Я, короче, челлендж сағат 5-те тұру, 10-да ұйықтау, наконец-то работает. Оближу маған. Короче, мен қазір ерте шығып кету керек. Наконец-то нормально шықты деп ойлаймын. Флешкаларды бітіріп тастап отыр. Рандом болып кеткен сияқты. Это мен. Қанша ерте шықсаң да кешігесің. Я не понимаю, қалай получается. Ну, по идее, мен кешікпеуім керек. Импрезим. Это впервые. Бәрі көреді, если біз билеп атсақ. Кринж деп поймайды. Асығып жүгіріп келсем 10-15 минутқа кешігеді. So we already discussed. Thank you for your conversation. Бізде паста креветкамен дайындайтын боламыз. Потом сразу біз креветкамызды қоса береміз. Осылай жарып Потом осылай су толтырып, мен мына пастаны болдым, фетучинилі. Неге мен бұны былай қалып жатқаным, потому что білмеймін. Я, наконец-то нормально болды. Бір әдемі түсірейін десем осы ғой.
дайын. Енді бұны наннан бірінші кейін нанды қосамыз. Пока что суды күтеміз. С курицей с грибами, білмеймін не үшін. Или может не надо. Потому что менікі креветками. Типа пастаға қолданатын приправа болғаннан кейін ашылғаны бар екен, соны қосып жібереміз. Ничего страшного. Білмейміз. Так, қарап алайық, қанша минутта дайын болады. Бізде бұл ойбай, жарақташар. Al dente 5 минут, полностью 7 минут. Качора. Білмеймін. Итальянша мен сөйлемеймін. Вот. По-моему, осы менің блогымдағы ең ұзақ сөйлейтін образым. Осы влогта почти ешқай жерде сөйлемеймін. Только тамақтың видеолары болады и там постараюсь осылай сөйлеп тұруға, потому что мен камераны алам и просто түсіре берем и сөйлемеймін. Закадровый түсіретін жан. Я, вот эта идея космаға келді. Ладно. Короче, еще қазір мен не көретінін табуым керек. Өте бір глобальный вопрос, не көрсе болатыны. Я тамақ жеп бір нәрсе көрмесе басым ауыратыны мен ғана емеспін. Әрине, бәріміз білеміз. Короче, вот. Бүгін мен сөйтіп только биге ғана бардым. Болды. Я подкаст сияқты бір зат түсіріп жүрген едім ғой, соны не түсірерін білмей жатырмын. Егер қандай темаларға түсіретінін білмей жүрмін. Не жайлы айтсам болатынын. Сол үшін егер де сіздерде идея болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен помидор қосып болдым. Мен ұмытып кеттім мен сөйлеп жатқанымда. Енді мен осыны қосамын кішкене. Потом сливки и паста салынады. Вот паста мен білмей жатырмын. Әлі пісті ме, піспеді ме? Түгі де көрініп жатқан жоқ болса да, просто араластырамыз.